Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін ақпанның 19-ы, сабақтың тақырыбы бала абай. 46-шы бетті ашамыз. 46-шы бетті ашамыз. Жаңа сөздерді табамыз. Ақын, поэт, дара, особый, индивидуальный, тұлға, личность. Қайталаймыз. Ақын, дара, тұлға. Есіне сақта, запомни. Мен ақын боламын. Я стану поэтом. Сен ақын боласың. Ты станешь поэтом. Сіз ақын боласыз. Вы станете поэтом. Ол ақын болады. Он станет поэтом. Оқылым айтылым 41-ші бет. 46-шы бет. 46-шы бетте сурет берілген. Атақты ақын, известный поэт. Бата береді, благословляет. Мәтін мен жұмыс 47-ші бет. Абайдың ауылына атақты Дулат ақын келді. В деревню Абая приехал известный поэт Дулат. Дулат ақын Абайға бата берді. Поэт Дулат Абаю благословил Абая. Абайдың әжесі Зере ақынды құрметтеді. С уважением относилась бабушка Абая к ақыну. Оқылым айтылым 22-ші тапсырма 47-ші бет. Бұл жерде сұрақтар берілген. Сұрақтарға жауап беру керексіңдер. Абайдың үйіне кім келді? В дом Абая кто пришел? Абайдың үйіне ақын келді. Қонақтың аты кім? Қонақтың аты Дулат. Абайға кім бата берді? Абайға Дулат ақын бата берді. Қонақ не істеді? Что делал гость? Қонақ бата берді. Абайдың әжесі қандай адам? Абайдың әжесі ақылды адам. Абай өскенде кім болды? Абай өскенде ұлы ақын болды. 47-ші бетте оқылым. Ақын Дулат Абайға бата берді. И вот эти строки из стихотворения, эти строки благословения Абая. Шырағым, ержетерсің, ержетсең сыра не етерсің? Алысқа шырқап кетерсің, шындасаң шыңға жетерсің. Обращение Абаю. Шырағым, ты вырастешь. Вырастешь, когда вырастешь, что будешь делать? Уедешь далеко и достигнешь высоты. Оқу тапсырмасы 4-ші тапсырма 47-ші бет жазылым. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жаз. Вместо точек нужно вставить нужно раскрыть скобки здесь. Выбрать подходящее слово к предложению. Абайдың ауылына Дулат ақын келді. В деревню Абай приехал поэт Дулат. Абай Зере әжесінен Дулат ақын туралы сұрады. Абай у бабушки Зере спросил про ақына Дулата. Дулат ақын Абайға бата берді. Ақын Дулат благословил Абая.
Абай өскенде ұлы ақын болды. Абай, когда вырос, стал великим поэтом. Абай дара тұлға. Абай особая личность. Сонымен балалар, бүгінгі тақырыбымыз бала Абай, мальчик Абай аяқталды. Сау болыңдар.